Бүгінгі аязда Астананың бүкіл бастауыш сыныбы онлайн режимге оқуға кетті. Жолдан автобус аударыла жаздап, ұшақтар ұша алмай сенделді. Бас қаланың ызғарлы боларын барлығы білет, бірақ қамдануға келгенде кешеуілдеп қаламыз, ал алда -38 градус аяз күтіп тұр. Ол кезде қайтпек керек, Жақсылық Жасанұлы жалғастырады. Қытымыр қыстың қақары бас қаланы қар құрсауында қалдырды. Таңнан бері 3000-нан астам маман мен 2000-нан астам техника Астананы ақ ұлпадан арылту үшін қапылып жатыр. Дәл осындай жүк көліктері қала сыртына 1000-нан астам рейс жасапты. Дегенмен саршұнақ аязға еті үйренген елордалықтар жайбарақат тірлігінен айнымақ емес. Тек қолыңды қарып, кеудеңе даритын өкпек желден екінші ауысымдағы бастауыш сынып оқушылары онлайнға ауыстырылды. Ал мамандар ересектердің еркін жүру үшін тәуліктеп тірлік қылуын тоқтатпақ емес. Орталық көшелердің қарын алып, қала сыртындағы полигонға шығарып жатырмыз. Қазіргі уақытта 880 метр қар шығарылып жатыр. Бар ынтамызды салып алып жатырмыз. Біздің көшелерде автокөліктердің жақсы жүруіне байланысты. Бас қаладағы әуежайдың маңында абыр-сабыр қазір. Бұрқасыннан 7-1 рейс кейінге шегеріліп, ұшақтар қонарға жер таппай қаңқалақтап жүр. Өйткені әуе көліктерінің ұшу-қону жолағын қар басып, арнайы техника күшейтілген режимде қызметіне кіріскен. Ұшып шығу бағытында 4 рейс кешіктірілуде. Қызылорда, Петропавл, Алматы және Қостанай бағыттары. Ұшып келу бойынша 3 рейс кешіктірілген. Жезқазған, Қостанай және Алматы қалаларынан. Кешігудің негізгі себебі әуе кемелерінің кеш келуі. Әуежай тарапынан ешқандай шектеулер жоқ. Барлық инфрақұрылым тұрақты жұмыс істеп тұр. Астана ғана емес, алып атырапта ақтүтек боран түгел шарпыды бұл жолы. Қазавтожолдың мәліметінше 13 өңірде бұрқасын қатты сезіліп жатыр. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысында дауылды ескерту жарияланды. Метель, сильный снег. Өңірде бұрқасын, қалың қар, көктайғақ және қатты жел күтіледі. Азаматтарды өз өмірлеріне қауіп төндірмеуге және елді мекендерден шықпауға шақырамыз. Ауа райы тұрақталғанға дейін сапарларыңызды кейінге қалдыруды өтінеміз. Қазіргі уақытта өңірдегі бірқатар автожолдар жабық. Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласыңыздар. Тас жолдағы оқыс оқиғалар толастар емес. Қарағанды облысында адам толы автобус трассадан шығып кетіп аударыла жаздады. Қарлы боран көктайғақта жүргізуші рөлге ие бола алмай қалған көрінеді. Жол жиегіне тұмсығы қадалып әрең тоқтаған, сәтін салғанда салондағы 50 адам аман. Дегенмен мамандар боранның басы болмашы жел екенін еске салды. Азия кіндігіне енетін антициклонның салдарынан күн райы -38 градусқа дейін төмендеуі ықтимал. Жаңа жер аудандарынан Қазақстан аумағына суық антициклон жылжып келеді. Ол республика аумағы арқылы жылдам қозғалып, алдымен солтүстік өңірлерде, кейін еліміздің басқа аймақтарында да ауа температурасын айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Ағайынның алқымнан алар суық 14-15 қаңтарда сезілмек. Солтүстік өңірдің кейбір аудандарында жел екпіні секундына 28 метрге дейін жетеді. Кәрі-құдан қыс кәріне мініп, әлі талай ағайынның апшысын қуырары анық. Жақсылық Жасанұлы, Жандос Айғожин, Еуразия бірінші арнасы.